Дәл осындай анимацияларды CapCut'та қалай жасаймыз? Алғашқы анимациямызды жасау үшін бізге тіктөртбұрыш қажет. Ол тіктөртбұрышты интернетке белый прямоугольник деп жазып, кез келгенін көшіріп аламыз. Алынған тіктөртбұрышты CapCut'қа салып, масштабын өзгертеміз. Тіктөртбұрыштың енін өзгерту үшін мына галочканы өшіріп, осы жерде биіктігі мен енін жеке дара өзгерте аламыз. Дайын болған тіктөртбұрышты шетке қойып, Alt батырмасын басып арқылы оның көшірмесін жасаймыз. Дәл осылай бізге 5 түрлі тіктөртбұрыш қажет. Дайын болған көшірмелердің біріншісін таңдап, масканы басып, оған маска береміз. Масканы 180 градусқа бұрып, төмен түсіреміз. Таймлайнның бас жағына ключевой точка беріп, пероны 20-ға қоямыз. Таймлайнды 2 секунд алдыға жылжытамыз. Алдыға жылжытқаннан кейін масканы жоғары көтеріп, пероны 0-ға қоямыз. Дәл осы әдісті қалған тіктөртбұрыштарға да қолданамыз. Ескере кететін жайт, масканы жоғары көтерген кезде бірінен кейін бірін бір саты төмен қалдырамыз. Бізде дәл осындай анимация дайын болды. Енді бұл анимацияға сән беру үшін эффектіға кіріп, сияние по краям эффектісін қолданамыз. Сол кезде біздің анимациямыз осындай болады. Сияниесін күшін азайтамыз. Эффектінің күшін азайтып, дәл осындай анимация пайда болады. Келесі кезекте бұған мәтін қосамыз. Ол үшін текст батырмасын басып, мәтін қосамыз. Мәтін қосып, оған анимация береміз. Анимациялық графигіміз дайын болды. Басқа да проектілерге қолдану үшін фоннан басқа слойдың бәрін белгілеп, Alt-G батырмасын басып арқылы бәрін бір слойға біріктіреміз. Дайын болған слойымызда фонын өшіріп, тек өзін шаблон ретінде сақтап аламыз. Сақтап алынған шаблонды өзіміздің басқа да жұмыстарымызға қолдансақ болады. Келесі анимациямыз күрделі болып көрінгенімен, жасалу жолы өте оңай. Ол үшін бізге Canva қажет. Алдымен Canvaға кіріп, элементінің ішінен жердің графикасын сақтап аламыз. Оның жасыл түске бояймыз. Дәл осы жолмен жүріп бара жатқан адамның анимациясында сақтап аламыз. Сақталынған элементтерді CapCut'қа салып, жердің графикасын алып, масштабын өзгертеміз. Фонын вырезка Chroma Key немесе наложение арқылы өшіреміз. Масштабын өзгертіп, жерді төмен қарай орналастырамыз. Оның үстіне жүріп бара жатқан адамның анимациясын вырезка Chroma Key арқылы фонын кесіп қоямыз. Масштабын өзгертіп, аяғы жерге тиетіндей етіп жақындатамыз. Енді осы адамның жүрісіне байланысты жерге анимация береміз. Ол үшін таймлайнды бас жағына қойып, жердің слойын таңдаймыз. Жердің слойын таңдап, оған ключевой точка беріп,
таймлайнды соңуна алып барамыз. Расположениянын ичинен -200 градуска беребиз. Сол кезде бизде дәл осындай анимация дайым болады. Эки жасалуу жолу өтө карапайым анимациямыз дайым болду. Дайым болгон анимациямызды сактап, башка проектилерге колдонуубузга болот. Видео унаса лайк басып, арнага тиркелип кетүүнү унутпаңыздар.